Ассалаумағалейкум, қадірменді Конфес Теміртау парақшасының көрермендері, оқырмандары. Сіздермен бірге кезекті рет жүздесіп отырғанымызға шын жүректен қуаныштымыз. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз ұлттық ойындар, халықтың рухани қазынасы. Жалпы ойын деген дүниені көбіміз баланың ермегі, балалық шақтағы алаңсыз қызықты уақыт өткізу құралы ретінде ғана қарастырамыз. Шын мәнісінде келгенде қазақтың ұлттық ойындары бұл қазақтың болмысын, халықтың қадір қасиетін, даналығын баланың бойына ерте жастан сіңіретін бір ерекше философиялық мәнге ие. Жалпы кез келген ойынның шығу тарихын алып қарасақ, оның әр жағында халықтың ғасырлар бойғы қалыптасқан мәдениеті және тұрмыстық қажеттілігі жатыр. Мәселен, асық ойыны. Барлығымыз енді бала күнде көктем шыққан кезде жердің қарайған жерін тауып, асық ойнап, қазаннан кешке дейін далада өстік. Бұл біріншіден баланың физикалық күшін, шымыр болуын қамтамасыз етсе, екінші жағынан асық ойыны баланың мергендікке, төзімділікке және барынша есепке үйретеді. Сонымен қатар қазақтың ғасырлар бойы жасасып келе жатқан тоғызқұмалақ дейтін ұлттық ойыны бар. Үстел ойыны бұл баланың зейінін арттыратын ойын. Әу бастағы шығу тарихы бұл қойшылардың ойыны ретінде қарастырады. Ұяшық ашып, ұяшық қазып, құмалақпен есеп ойыны деп. Зерттеулерге қарағанда бұның тарихы мыңжылдықтарға дейін баруы мүмкін. Ал бірақ тоғызқұмалақ ойыны қазіргі таңда заманауи талаптарға сай жетілдіріліп, мектеп бағдарламаларына еніп жатыр. Одан бөлек енді түрлі турнирлар өткізіліп, насихаты қалыптасқан. Бұдан бөлек қазақта көкпар ойыны бар. Ат үстінде ойналатын ұлттық спорт. Көкпар ойыны жас балалардың, жас жігіттердің ат үстінде өзін еркін сезінуі, ат құлағында ойнауы, сонымен қатар жаугершілік заманда өзін қорғауына қажетті жауынгерлік жаттығудың бірі деп еркін айтуға болады. Бұдан да бөлек қазақтың ұлттық ойындары өте көп. Тобық деген ойын бар қазақта. Бұл бір адам екінші адамға тобық сыйлайды, тобық жасарады. Уақыты келген кезде, кез келген уақытта сұраған кезде сол тобықты жанынан тауып алып беру керек. Жеңген адам жеңілген адамнан қалаған нәрсесін алады, немесе сыйлықтан етеді. Тобық ойыны адамды төзімділікке және адамдар арасындағы жылы қарым-қатынас, бауырмалдық пен достықтың қалыптасуына ықпал ететін ұлттық ойындардың бірі. Бүгінгі таңда енді тобық ойынын ойнап жүрген азаматтарды